Милет мектебінің үшінші өкілі Анаксимен негізгі зат ретінде ауаны алды. Анаксимен ауаның сирек болуы және конденсациялануы туралы маңызды идеяны енгізді. Ауаның көмегімен барлық заттар, су, топырақ, тастар, от пайда болады. Анаксимен үшін ауа бүкіл әлемді қамтитын тыныс, біздің жанымыз тыныс болғандықтан бізге өмір беріп бізді ұстап тұрады. Пневма ол табиғаты бойынша бу немесе қара бұлт болып табылады және бос кеңістікке ұқсайды. Жер бұл ауамен қамтамасыз етілген жалпақ диск. Анаксименнің замандастары мен одан кейінгі грек философтары Милет мектебінің басқа философтарына қарағанда Анаксименге көбірек мән берді.